маған үнемі салған видеоларымның астына саған қарап жаным ашиды, сол үйдің служан кісі деген секілді ауыр сөздер де айтып жатады. Бірақ мен келінді қызметімді еш ұмытпаймын. Әркез ыстық тағамым, ыстық шайым, үйім тап-таза, қонағым күтулі, иіліп сәлемім дайын тұрады. Сіздің видеоларды көріп тұрмысқа шыққымыз келмей қалды деген секілді пікірлер айтып жатады. Я қыздар, бұл жағдайлар өмірде болып жатқан нәрселер. Менің де өмірімде кездесіп жатыр. Тұрмысқа шыға сала барлығы бал болып кетпейтініне көздерін жеткізгім келеді. Себебі солай ойлайтындардың бірі өзім болатынмын. Тұрмысқа шыққаннан кейін керемет болып кетемін, бөлек тұрамын деген секілді ойлармен армандап кететінмін. Бірақ өмір болған соң барлығы болады екен. Сіздің басыңыздан түсініспеушілік те, стресс те өтеді, жетіспеушілік те, бір-бірін көре алмаушылық та өтеді, ұрыс-керіс те өтеді екен. Сол уақытта өз-өзіңді жеңіп шығуыңыз керек. Әйтпесе әрі қарай өмір сүру қиын болады. Әрбір қыз бақытты өмір сүруге лайық. Бақытты әйел, бақытты келін, аяулы жар, мейірімді ана болыңыздар.